Сәлем достар, Ассалему арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгін біз капкейк пісіреміз. Арнадан алыстамаңыздар. Капкейкімізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, 200 грамм қант, 60 грамм сұйық май, 60 грамм бөлме температурасындағы сары май қажет болады, 200 грамм ұнымыз, 120 грамм айран, оған жарты шай қасық ас содасы, кішкене тұз және 1,5 қасық разрыхлителімізді қосамыз. Алдымен біз құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Жаңағы 200 грамм ұнымызға 1,5 шай қасық разрыхлителімізді және кішкене тұзымызды қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Жүз 120 грамм айранымызға жарты шай қасық содамызды қосып араластырып қоямыз. Дайындап ас содасы. Ал енді біз қазір 2 жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып 60 грамм сұйық майымызды қосып араластырамыз. Одан кейін барып 60 грамм бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Соңынан ұнымызды 2-ге бөліп қосып араластырамыз. Яғни айран мен ұнды 2 бөлікке. Бірінші жартысын ұнды қосамыз, одан кейін айранның жартысы, содан кейін ұн, содан кейін қалған айранымызды қосып араластырып шығамыз. Мінекей достар, біздің жаңа қамырымыз дайын болды, кексіміздің. Енді біз формаға орналастырамыз, құйып шығамыз. Мінекей достар, мен кондитерский мешокқа жаңа қамырымызды құйып алдым. Немесе қасықпен салсаңыздар да болады. Және жаңа кексімізға арналған арнайы мынандай капсула дейді, немесе қағаздан жасалған қалып десек болады. Оны жаңағы пешке пісетін жаңағы кексіміздің формасына үстіне салып, осыған енді біз қамырымызды құйып шығамыз. Біз жаңағы қамырымызды құйып болдық. Енді алдын ала 180 градуста қызған пешімізге пісіріп аламыз. Бізде бір жаңа осы қамырдан 12 кекс шықты. Мінекей достар, біздің кекстарымыз пісті. Өте жаңағы жақсы көтерілген, сондай жұмсақ, нәзік. Енді біз үстіне жаңағы шапкасын әзірлейміз, яғни кремін. Креміне қажетті заттар: 150 грамм 33% сливкиіміз, және оған 50 грамм сахарный пудраны қосып, әбден қою кремге айналғанша микстерлейміз. Одан кейін барып 140 грамм творожный сырымызды қосып араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді кондитерский мешогымызға құйып, жаңағы насадкасын орнатып, капкейкіміздің үстін жаңағы сәндеп, кремді жағып шығамыз. Мінекей достар, біз кондитерский мешогымызға құйып алдық кремімізді. Енді капкейкіміздің үстіне
біз бүгінгі капкейкімізді әзірлеп болдық. Егер рецепт ұнап жатса, дайындап көріңіздер және каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.